Сөз депутат Ерубаев Серік Сәрсенұлына беріледі. Рахмет, құрметті Иран Жақанұлы. Депутаттық сауал еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Жақыповаға. Ақ жол демпартиясына қоныс аудару және бейімделу бағдарламасының тиімсіз жүзеге асырылуына қатысты шағымдар мен өтініштер келіп түсуде. Мемлекет тарапынан көрсетілген қолдау шараларына және қомақты қаражаттарға қарамастан, бағдарлама әлі күнге дейін формалды түрде іске асып, өз мақсаты, яғни қоныс аударушыларды жаңа жерге тұрақтандыру мен солтүстік өңірлердің экономикасына үлес қосу мақсатына жете алмай отыр. Бағдарламаның басты идеясы көшіп келген адамдарға аяғына тұрып, сол өңірдің қайта жандануына үлес қосуға мүмкіндік беру еді. Алайда іс жүзінде қоныс аударушылар бюрократияға, жұмыссыздыққа, сапасы төмен тұрғын үйге және өз ісімен айналысуға жағдайдың болмауына тап болуда. Мемлекет басшысы 2021 жылы жолдауында ішкі еңбек көші қоны мәселесіне және жаңа тәсілдер қажет екенін нақты атап өткен болатын. Алайда осы жылдар ішінде президент тапсырмасы толық көлемде орындалған жоқ. Бағдарлама тек көшу мен тұрғын үй жалдауға берілетін субсидиялармен шектеліп отыр. Олар азаматтарға тұрақты табыс әкелмейді және жаңа жерлерге қалыптасуға ынталандырмайды. Мысалы, шағын бизнес немесе шаруа қожалығын ашу үшін қоныс аударушыға бастапқы капитал, жер телімі және кеңес беру көмегі қажет. Бірақ бұндай қолдау түрлері бағдарламада қарастырылмаған. Атқарушы билік жер бермейді, инфрақұрылыммен қамтамасыз етпейді, ал аграрлық несие корпорациясы мен даму арқылы берілетін микронесиелер кепілзаты мен несие тарихы жоқ қоныс аударушылар үшін қолжетімсіз болып отыр. 2025 жылғы 1 қазандағы есеп бойынша бағдарлама аясында барлығы 5213 адам, оның ішінде 1725 қандас қоныс аударған. Көп жылдар бойы қомақты бюджет қаражаты жұмсалған бағдарлама үшін бұл өте төмен көрсеткіш. Одан бөлек қоныс аударған азаматтардың едәуір бөлігі тұрақтай алмай, сол өңірлерден кетіп жатыр. Бұл бағдарламаның тиімсіз және жүйелі тәсілдің жоқтығының бір дәлелі. Ал 2024 жылғы енгізілген өзгерістерге сай, қоныс аударушылар 5 жыл ішінде өңірден кетсе, берілген көмекті қайтару талабы да үлкен түсінбеушілік туғызуда. Бұл тарапта мемлекет азаматтарды өздері өмір сүруге және еңбек етуге жағдай жасамаған үшін жазалап отырған сияқты. Шын мәнінде кінә адамдарда емес, жұмыс орындарының жоқтығында, болашаққа сенімсіздікте, тұрғын үйдің сапасызында және өз ісін бастауға мүмкіншіліктің болмауында. Егер адам өз еңбегінің жемісін көріп, сол ортаға бейімделіп жатса, онда ол адамдар ешқайда кетпес еді. Ақ жол партиясы жаңа жерде бейімделудің ең тиімді құралы табысты кәсіпкерлікпен айналысу деп есептейді. Сондықтан мемлекет тіршілік етуі ғана жететін субсидия беруден гөрі кәсіпкерлік бастаманы қолдауға көшу қажет деп есептейміз. Осыған байланысты Ақ жол фракциясы келесіні ұсынады. Бірінші, қоныс аудару бағдарламасын қайта қарап, кәсіп ашуға немесе шаруа қожалығын құруға ниетті қоныс аударушылар мен қандастарға арналған микронесиелер және грантты қолдау бағдарламасын әзірлеп, қолданысқа енгізу. Екінші, қоныс аударушыларға тек тұрғын үйге ғана емес, шағын өндіріс пен ауыл шаруашылығына арналған жер телімдерін беру мүмкіндігін қамтамасыз ету. Үшінші, өз ісін ашам деген қоныс аударушы кәсіпкерлерге алғашқы жылдары салықтық және әкімшілік жеңілдіктер қарастыру. Төртінші, аймақтық жұмыспен қамту орталықтары, бизнес қауымдастығы және әкімдер арқылы шағын бизнесті сүйемелдеу мен тәлімгерлік жүйесін ұйымдастыру. Рахмет, құрметпен Ақ жол фракциясының депутаттары.